Қайырлы күн, бүгін плюшка бу деген рецептімен сіздерге бөлісетін боламын. Алдымен жылы суымызға қантты, одан кейін дрожжыны қосып біріктіріп, араластырып, бір 10 минутке қоясыздар. Одан кейін сүтті ыдысымызға салып, қантты салып біріктіреміз. Жұмыртқамызды салып біріктіреміз. Одан кейін осылайынан көтеріледі, жаңағы дрожжымыз, соны да салып біріктіреміз массамызға. Ертілген майымызды да қосамыз, одан кейін бір араластырып, ұнды қосамыз. Ұнды 3 бөліп қоссаңыздар болады, өйткені жаңа қамырымыз қатты болуы да мүмкін. Осылайынан видеодағындай көріп тұрғаныңызда мен 3 бөліп қостым ұнымды. Одан кейін илеп болғаннан кейін нанымызды, ертілген майымызды қосып илейміз. Бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан кейін барып жұмшасауға болады. Осылайынан бірінші ұнды сеуіп аламыз. Өте жұмсақ болу керек нанымыз. Ұнның көмегіменен осылайынан бөліп 70 граммға бөліп алдым мен. Сіздер весасыз жасасаңыздар да болады. Міне барлығын осылай домалақтап алғаннан кейін 10 минутке қойып, одан кейін уже плюшкамыздың формасын келтіреміз. Алдымен осылай жайып аламыз. Одан кейін ертілген майымызды жағамыз. Сосын қантымызды жағып, дәл видеодағындай ораймыз. Орап болғаннан кейін пышақпенен осылайынан кесіп аламыз. Одан кейін дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Міне дайын болды. 10 минутқа осылай дайын болған плюшкамызды қойып қоямыз, беті көтерілгенше. Одан кейін бетіне жұмыртқаны салып, макты сеуіп, 180 градуста 35 минутқа пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.